Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай кафе-ресторандарда хит болып атқан керемет салаттың бірі баклажан салатымен бөлісетін боламын. Өте сырты қытырлақ болып піседі. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін көріп, жаңадан көріп отырған көрермен болсаңыздар, тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен бізге баклажан қажет болады. Баклажанымызды жуып тазалап алып, осылай сыртын ашитын боламын. Енді ол өз қалауларыңыз бойынша сыртын ашымай жасасаңыздар да болады. Қанша мөлшерде, қанша грамм кететінін бәрін описание бөліміне жазып кететін боламын. Сол жерден көрсеңіздер болады. Баклажанды осылай видеодағыдай турайтын боламын. Ірілеу болса өте әдемі көрінеді. Осылай ірі қылып турайтын боламын. Біздің баклажандарымызды турап болғаннан кейін үстіне салқын суымызды қойып, үстіне тұзымызды салып 20 минутқа қалдыратын боламыз. Сол кезде біздің баклажандарымыздың қышқыл дәмі суға шығып, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде тұз салып 30 минутқа қалдырыңыздар. Мен осылай екі түрлі қылып турадым. Біреуін жіңішке қылып, біреуін осылай үлкендеу қылып турадым. Енді осы екі түрлі салат жасайтын боламын. Екінші бөлімін келесі видеода салатын боламын. Өздеріңіз көріп тұрғандай осылай баклажандарымыз 30 минут тұрды. Суы өздеріңіз көріп тұрғандай қызарып, түсі өзгерді. Енді осының суын төгіп 20 минутқа осылай суын сырғытып кептіріп қоямын. Біздің баклажандарымыз 30 минут тұрды. 30 минут кептіріп алдық. Енді оны бір ыдысқа салып, таза ыдысымызға салып аламыз. Осындай кукурузный крахмал қажет болады. Осыны қосатын боламын. Ал сіздер картофельный крахмал болса, оны да қоссаңыздар да болады. Ал кафе-ресторандарда кәсіби поварлар мука темпора дегенді қосады. Сіздер де тауып атсаңыздар, соны қоссаңыздар болады. Май қойып, ыдысымызға жақсылап қыздырамыз. Майымыз қатты қызу керек. Қызған кезде салып, осылай қуырып аламыз. Қатты қыздырыңыздар, майларыңызды қатты қызғанда қуырып алсаңыздар, сіздердің баклажандарыңыз өте дәмді және сырты қытырлақ болып пісетін болады. Осылай бәрін осылай пісіріп алатын боламыз. Міндетті түрде видеом ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, жаңадан көріп отырған көрермен болсаңыздар, тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Осындай қазақша каналдардың дамуына аз да болса өз үлестеріңізді қоса кетіңіздер. Осылай барлық баклажандарды осылай қуырып алдық. Өте сырты қытырлақ болып пісті. Міне енді осы салатты жинақтайтын боламыз. Осылай қызанақ аламыз. Қызанағымызды осылай ұсақтап турайтын боламын. Енді сіздер шели қызанағын алсаңыздар болады. Қонақ шақырғанда және де әдемі көріну үшін шели қызанағын қоссаңыздар болады. Енді осылай мен бар қызанағымды осылай ұсақтап турап алдым. Мен бұл салатты жинақтайтын боламыз. Оған қызанағымызды және укроп салдым мен. Енді оның орнына хинза сасаңыздар және де руккола қоссаңыздар өте дәмді болып шығады. Осылай барлығын жинақтап болғаннан кейін оның үстіне осындай кислый сладкий соус қажет болады. Бұл кез келген супермаркеттерде бар. Мұқият іздесеңіздер табуға болады. Арой деген фирманікі жақсы, сол фирмадан алсаңыздар болады. Өте сапалы, өте керемет болып шығады. Енді осыны жақсылап араластырып аламыз. Енді сіздер бұны араластырмай-ақ бірінші тәрелкелеріңізге рукколаны салып, оның үстіне помидор менен баклажанды салып, оның үстіне жаңа кислый сладкий соусты бетіне әшейін әсемдеп құя салсаңыздар да болады. Бұл горячий салат болғаннан кейін бұны ыстықтай жеген дұрыс. Өйткені суығаннан кейін сырты қытырламай жұмсарып кетуі мүмкін. Назарларыңызға көп рахмет. Қош сау болыңыздар.